Эфирде облысымыздағы бүгінгі күннің басты жаңалығы. Құрметті тыңдарман, эфирде облысымыздағы бүгінгі күннің басты жаңалығы. Батыс Қазақстан облысының жаңалықтарын тыңдай отырмыз. Бүгін Шыңғырлау ауданының әкімі Альберт Есалиев халыққа есеп беру кездесу жиынын өткізді. Оған облыс әкімі Алтай Көлгінов пен бірқатар облыстық сала басшылары қатысты. Жиын басталмас бұрын аудан кәсіпкерлерінің өнімдерінің көрмесін тамашалаған облыс басшысы оларға мемлекет тарапынан барлық көмектің болатынын айтты. Елбасының жолдауы аясында ауыл шаруашылық саласын арттыруға барлық мүмкіндік бар екенін атап өтті. Кездесу барысында аудан әкімі өткен жылғы атқарылған игі істер мен алда тұрған міндеттерге тоқталып өтті. Есепті кездесуді қорытындылаған өңір басшысы ағымдағы жылы атқарылуға тиісті бірқатар істерді айтып өтті. Ел тәуелсіздігінің ширек ғасырлық мерейтойымен ерекшеленген жыл біздің өңір үшін де табысты болды. Жаңа ғимараттар мен тұрғын үйлер бой көтеріп, жолдар жөнделді. Әр аудандағы білім беру, денсаулық сақтау нысандары мен мәдениет ошақтары күрделі жөндеуден өтті. Халық игілігі үшін жасалған бұл істер елбасы мен елдегі саясаттың арқасында атқарылуда. Осы бағыттағы жұмыстар осы жылы да өз жалғасын табатын болады. Шыңғырлау ауданы бойынша атап айтар болсақ, Тасмола және Лубинка ауылдарының су құбырларын қалпына келтіруге 352 миллион теңге қаржы қарастырылды. Биыл басталатын су құбырын қалпына келтіру жұмыстары келесі жылда жалғасады. Тасмоланың фельдшерлік-акушерлік пунктін күрделі жөндеуге жергілікті бюджеттен 32 миллион теңге қаржы бөлінді. Биыл Алмазны елді мекенінде ауылдық мәдениет үйіне жасалып жатқан күрделі жөндеу аяқталды. Сондай-ақ осы ауылдың фельдшерлік-акушерлік пункті күрделі жөндеуден өтеді. Алмазны ауылының осы екі әлеуметтік нысаны үшін республикалық және жергілікті бюджеттерден 100 миллион теңгеге жуық қаржы қарастырылған. Сондай-ақ Шыңғырлау ауылының ішкі көшелерін жасауға облыстық бюджеттен 252 миллион теңге қаржы бөлінбек, деді сөйлеген сөзінде облыс әкімі Алтай Көлгінов. Жиында сөз алған шыңғырлаулық ағайын халықтың жақсы өмір сүруі үшін атқарылған істерге алғыс айтып, аудан әкімінің жұмысына оң баға берді. Жайық пресс жаңалықтары. Ақжайық ауданының әкімі Әділ Жоламановтың қорытынды есебіне Батыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Арман Өтеғұлов, облыстық мәслихат хатшысы Мәлік Құлшар, облыстық басқарма бөлімшелердің өкілдері қатысты. Ауданда атқарылған жұмыстарға кеңінен тоқталып, толық ақпарат берген Әділ Жоламанов тиісті бөлім буындардың тұрғындармен, кәсіп иелерімен байланыс жасай отырып, батыл бастамалардың жиі көрінуі талай нәрсені шешетінін айтып, ауыл ел тағдырына қатысты басқа да мәселелерді саралады. Әкімнің есебінде айтылғандай, суырмалы танаптарға жан бітіру өте көкейкесті. Әлеуметтің үлкен бір тілегі болып табылады. Былтыр жайық көшім суару-суландыру жүйесіндегі 5 арна мен 23 көл табанының құжаттары Ащы, Азнабай, Тайпақ арналарының жер актісі жасақталған. Бүгінде тұрғындардың 76,16% таза сумен қамтылған. Жұрт өтінішіне сай осы бағыт жалғасады. Нұрлы жол бағдарламасы аясында бірнеше елді мекенге, сондай-ақ Ақбұлақ бағдарламасы бойынша Ақсуат ауылына таза су жеткізу басты назарда тұр. Алға бастық байырғы шаруа Нәсіпқали Қайырқомов елді мекендерге көгілдір отын, таза су жеткізілуі әлеуметтің тұрмысын түлете түскенін тілге тиек етті. Тайпақ ардагерлер кеңесінің төрағасы Ғайнолла Садыров, қайсы бір салада болмасын, қарымды қозғалысқа сөзсіз куәміз, облыс басшылығының қамқорлығын сезініп келеміз, деді. Ол өңірдің бір қиырында жатқан Тайпаққа жуырда облыс әкімі Алтай Сейдірұлы Көлгіновтың жұмыс сапарымен келіп, тұрғындармен жүздесуі өздерінің көңіл хошын көтергенін ризашылықпен жеткізді. Жайық пресс жаңалықтары. Орал қаласында Қазақстан Республикасы ұлттық ұланына қарасты 55-17 әскери бөлімнің жауынгерлері жоғалған 4 жасар қызды тапты. Батыс өңірлік қолбасшылығының баспасөз қызметінен түскен мәліметке қарағанда, 2 ақпан күні сағат 18:30 шамасында патрульдік топ бастығы лейтенант Нұрсейітовтің рациясына Нан зауыты ауданында өз үйінің ауласында ойнап жүрген 4 жасар қыздың жоғалып кеткені жөнінде хабар түскен. Сол бойда жақын маңдағы әскери топтар бүлдіршінді іздеуге кіріскен. Сол күні 18 сағат 40 минут шамасында Нұрсейітов және қатардағы жауынгерлер Шәріпов пен Увалиев Мәметова ескерткіші жанында жылап тұрған қызды байқаған. Ол сол жоғалған қыз болып шықты. Әскери қызметкерлер оны жақын маңдағы полиция тірек пунктіне апарып, ата-анасымен қауыштырды. Қыздың анасы ұлттық ұлан жауынгерлеріне шынайы алғысын білдірді. Жайық пресс жаңалықтары.
Батыс Қазақстан облысында қар құрсауынан 70 жолаушы құтқарылды. Батыс Қазақстан облысында толассыз жауған қар облыстың жолдары бойындағы автокөліктердің қозғалысына қиындықтар тудыруда. Облыс аумағында 5 және 6 ақпан күндері қатты желдің салдарынан дауылдық ескерту жарияланды. Ескертулерді елеместен көптеген автокөліктер жолға шығып, жол бойында қар құрсауында қалып қойды. Осылайша 5 ақпан күні Ақжайық ауданының Есенсай ауылы маңында Орал Атырау тас жолы бойында 12 автокөлік қар құрсауында қалды. Оқиға орнына оларды құтқару үшін Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағының Чапаев ауылында орналасқан құтқару бөлімшесінің 3 құтқарушысы мен аудандық төтенше жағдайлар бөлімшесінің қызметкерлері барды. 4 автокөлік Чапаев ауылына жеткізілсе, құтқарушылар қалған көліктердің негізгі жолға шығуына көмектесті. Кейін автокөліктер аман-есен көздеген жерлеріне өз бағыттарымен бет алды. Авариялық құтқару жұмыстары барысында 53 адам құтқарылды. Оның біреуі сәби және екеуі мектеп жасына дейінгі балалар. Сонымен қатар бір мезгілде Шыңғырлау ауданының Лубинка ауылы маңында да құтқару жұмыстары жүргізілді. Онда тас жолда 6 жолаушысы бар жеңіл көлік қар құрсауында қалған. Төтенше жағдай орын алған жерге Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағының 4 құтқарушысы КАМАЗ арнайы техникасымен барды. Қар құрсауында қалған автокөлік пен жолаушылары Шыңғырлау ауылына жеткізілді. Зардап шеккендер жоқ. Жайық пресс. Жайық пресс жаңалықтары. Сіздер Жайық пресс медиа холдингінің дайындаған ақпараттар легімен таныстыңыздар. Қадірменді тыңдарман, қандай да бір оқиғаға куәгер болсаңыз, немесе сұрақтарыңыз болса, 8-707-808-48-55 нөміріне хабарласуыңызға болады. Жайық пресс. Жайық пресс жаңалықтары.